Ал балалар, бүгін біз жаңа сақырып табыс септігімен танысамыз. Табыс септігінің не дейін біз қандай септіктермен таныстық? Сұрағын айтамыз. Жалғауы бар ма? Жоқ. Одан кейін қай септікпен таныстық? Электің сұрағы? Кімнің? Нені? Көпшетірі? Жалғауы? Тамаша. Келесі септік? Бар септігінің сұрағы? Кімде? Қайда? Жалғауы? Тамаша. Енді бүгін біз табыс септігімен танысамыз. Мұқият беріп тақтаға қараймыз. Табыс септігімен танысудағы мақсатымыз табыс септіктерінің жалғауларын білу, сұрағын білу. Сол арқылы біз сөздің ішінен, сөйлемнің ішінен және сөзден табыс септік екенін ажырата алатын боламыз. Ол үшін табыс септігінің ережесіне тоқталамыз. Табыс септігіндегі зат есімдер сұрағын айтпаймын мен. Осы оның негізгі түбірі мен сіздерге айттым. Не болу керек? Зат болу керек. Бір зат ойланайық. Қандай зат жазсам болады? Қалам болады. Қалам деген ол зат. Не деген сұраққа жауап беру керек? Септіктердің қай-қайсысы болса да түбірі зат болу керек. Не деген сұраққа, болмаса кім деген сұраққа, болмаса нелер, болмаса кімдер деген сұраққа жауап беретін түбір болу керек. Сосын ба жалғаулары септіктеріне қарай жалғанады. Енді қалам, бүгінгі табыс септігінің мен сіздерге айттым. Жалғауын таныстырайық. Жалғауы Н. Жіңішке болса не болады? Болады. Дұрыс айтасыңдар. Д. Дұрыс айтасыңдар. Т. Өйткені мыналардың бәрі осы мына жуан дан кейінгі жіңішке дауыстылар, иә? Енді осы жалғауды жалғау арқылы қазір мына сөзге осы жалғаудың кез келгенін қосып айтып көреміз. Қалам. Қалам қайсы? Д. Тамаша, мынаны тап. Д. Енді неге Д-ны жалғадық? Өйткені бұл жердегі дауыстар деп жуан. Бұл сөз жуан, қалам деген сөз. Соған жуан сөзге қандай не жалғанды? Жуан жалғанды. Жуан дауысты жалғанды. Сөйтіп біз қаламды деген сөз таптық. Енді осы қаламды деген сөзге қандай сұрақ қоюға болады? Бұл зат қой, не ғой? Соған қаламды, нені? Нені? Қаламды. Нені деген сұрақ қойылады. Көрдіңдер ма? Қаламнан басқа нені деген сұрақ қойылады. Яғни табыс септіктің сұрағын таптық. Енді зат, тағы да зат, бірақ не емес, кім дегенге қойыңызшы? Әже, мақұл. Әже деді. Кім? Әже. Кім деген сұрақ қойылады? Енді осы кімге, әже деген сөзге, мынау жалғаудың кез келгенін қосамыз. Әжені сыйлау керек деген сияқты бір сөйлем жазып жатса, әже деген келіп тұрған. Неге барып жаңағыдай д-ны қоспадық? Өйткені өзінің байланысатын. Gençlik. Бұны үндестіру. Енді әжені, өйткені бұндағы түбір сөздегі дауыстар деп жіңішке, сол себепті оған жалғанған жалғау да жіңішке. Түсіндіңдер ма? Енді әженіге сұрақ қойықшы. Ал сұрақ қойып. Кімді? Әжені. Дұрыс айтасыздар. Кімді деген өзі сұрақ шыға келді. Кімді? Табыс септігінің сұрақтары. Затқа келгенде нені дейміз? Адамға келгенде кімді дейміз? Енді көпше түрде айтайық, осы қалам деген сөз көпше түрде не болады? Қаламдар. Енді қаламдар. Тағы да. Қаламдарды. Сұрақ? Нелерді. Осыған көпше түрде жалғау. Ал көпше түрде әже деген? Әжелерді.
Д. Міне әжелер Д. Сұрақ. Кімдерді? Д деген сұрақ келеді. Табыс септігінен міне сұрақ бастырып алады. Көріп отырсыздар ма? Иә. Оқулыққа қарамаймыз. Өз бетімізше мынау жалғауларға сүйену арқылы түбір сөзге түбір зат есім болсын. Зат есімге жалғаулар жалғау арқылы табыс септік жасаймыз. Ол табыс септік осы сөзге сұрақ қою арқылы біз сұрақты тауып аламыз. Көрдіңдер ма? Өзіміз анықтап, ажыратып, өзіміз талдап отырып тапсақ, санамызда қалады. Сол үшін мен осыны жақсыртып тұрмын, өздерің тапса екен деп өстіп бастап жатырмын сабақты. Тағы да кімдерді, нені, кімді, нені, кімдерді, нелерді деген сұрақтарға жауап берді. Жалғаулары мынау тұрған жалғаулар. Осы жалғаулар табыс септігінің жалғаулары. Ереже шығар. Табыс септік. Тыңдаймыз. Енді оқулықты ашыңдар. Ережені қараймыз 27-ші беттегі. Табыс септігіндегі зат есімдер кімді, нені, кімдерді, нелерді деген сұрақтарға жауап береді. Таптық па? Табыс септігі, атау септігіндегі сөзге, міне атау септігіндегі сөз қалам, әже, атау септікте тұр, кім деген, не деген сұраққа жауап беріп тұр. Атау септігіндегі сөзге маны, дады, таты жалғаулары жалғану арқылы жасалады. Бұл жалғауларды табыс септік жалғаулары деп атайды деп бізге ережемен түсіндіріп қойды. Ереже арқылы мен мына аштым. Түсінікті болды ма? Түсінікті болды ма? Енді қазір сөйлем дәптермен жұмыс жасағанда сөйлемнің ішінен, сөздің ішінен табыс септікті таба аламыз ба? Таба аламыз. Енді дәптермен жұмыс жасайық.